үн сұққан. Бұл жерден баһадүрге теңдер шыққан. Алқа топтың алдында көсілейін, ұйма-жима қар секілді сеңнен шыққан. Көздеріңмен мөлдіреп қарағанда, аумайсыңдар шөпке тұнған сендер шықтан. Атыңнан айналайын жаңа қала, ілескен Оралбектей ағамада шықты ғой жайсаңдайын сеннен сырттан. Батырлар есімменен садықтарын, кімдер оны басқадан кемдеп шыққан. Ерасылдың арқасында әнұраным ағайын Ташкенттей жерден шыққан. Жаңа қала қамыс самар дегенменен, қисық қамыс деп те айтар елдер сырттан. Қамысы қисайғанмен бұл даладан намысы қисаймайтын ерлер шыққан. Ал Бауыржан домбырасын қолға алады, толғай толғанады. Дәрігерге айтатын алғысым бар, алғысым өлеңменен жолданады. Сержан Серікұлы деген хирургым бар, танитын шығарсыңдар ол баланы. Ордада бір оқиға болған екен, қалыпты бір ананың зорғашаны. Оралдан дәрігерлер үлгермейді, істі сержан өзі қолға алады. Содан кейін белгілі болмайды ма, ананың келіп жатады толғағалы. Содан кейін ағайын сіздің серік хирургтік әдісін қолданады. Содан кейін белгілі егіз сәбимен аналардың бір ананың өмірін қолғағаны. Сендердің дәрігерлерің болғанменен жымпитылық деп естідім сол баланы. Ағайын жымпитыдан келіп тұрған серіктің жерлесін қолдағаны. Қансакен ағайынның бүгін шөлі, қарсыласым мұрадымдай сұлу сері. Жолығыстық, қарсыласқа күлуші еді. Ақсайда екеуміз айтысқанбыз, оны мына әлеумет білуші еді. Сен сонда сол айтысты созып алдың, алдыңа келтірейін бүгін соны. Айтысты созбаймын ғой дегенменен созғылап жіберейін бүгін сені. Шап мұраға. Өзіңде Бауыржаным сұлу сері, көремін сондай жақсы інім сені. Созамын деп жатсың ғой бұлағаңды, тастайын мен де шайнап бүгін сені. Сыйынып Раббысына әлемдердің, финалға сүйретіліп әрең келдім. Ассалаумағалейкум ағайындар, тағыдан басым дейіп сәлем бердім.
басымдың тұрмын елге иіп кеп мен жөн болар жұрттан алғыс жиып кеткен бас жүлде беріп алғаш айтысыңда еледің мәртебемді биіктеткен сыйпап ең тай күнімде маңдайымнан сіздерге өнерім ғой сүйіктеткен маңдайым жарқырап тұр содан бері өзіңнің алақаның тиіп кеткен Көп мұраға. финалдан жолығыппын сеніменен жолығып отырсың сен меніменен айтысып сенімен де бір көрейін алысқан молда құсап періменен армысың бауыржаным жалын түйген үстіне жұқа емес қалың киген көзіңе әчки тақсаң аумайын деп отырсың әкім болған лавр биден ағайын тапталатын сенім оңбас қадамыңды отырған елім оңдас бір сөзіңде мен молда сен пері дедің мұрадым айтқан сөзің кері болмас бір сөзіңде лаврға ұқсадым деп сенің айтқан теңеудің теңі болмас мұрадым пәтуалы бол сөзіңе лавр деген ағамыз пері болмас мұрадым маған тісін батырмайды өлеңсіз таң молда батырмайды дегенменен шайнаймын дейді мені қарсыласқа азуы шақырлайды лавр емес ағайым мен айтайын алдарыңдағы дархандай әкім жайлы айтарым аға менің анық болсын санаңыз сарабына салып көрсін мана айттым су жайлы мәселені су келіп жаңа қалам қарық болсын енді айтар тағы бір мәселе бар байыбына әкімің барып көрсін Орал менен ортадағы жол бұзылды жақсы бір асфальтты салып көрсін әкім дедің джиппенен бара бермей бір кезек автобуспен барып көрсін алла қосса дархандай әкіміңмен жаңа қала болашағың жарық болсын әке сізден айтатын өтініш сол халық қызметіңізге қарық болсын бағаңды содан кейін халық берсін екі дүнияңды жарқырата алмаса да екінші автобусты алып берсін мұрадым бауыржанның бауырысың айтыстың жанып тұрған жалынысың басқа емес өзіңнің ойлауынша ақынның ішіндегі алыбысың жатасың айтыстарда жұрттың бәрін сынап мінеп ортаны жару үшін интернетте ақыл айтып отырасың
үшін бауырым интернеттен ақыл айтпай солардың неге жасамайсың барып ісін. Мысалы қазір сайлау жүріп жатыр, ол да ағайын жүректің қағу үшін. Қалада бостан босқа жүре бермей неге әкім болмайсың ауыл үшін. Мұрадым аузыңмен айта бермей елдің сөзін, елдің жоғын тауып бер, өзің тауып бер бағырысын. Диванға мініп алып жата бермей неге атқа мінбейсің халық үшін. Бауыржан-оу, Шап мұраға. тұлпардайын тұяқтысың, және де қырандайын қияқтысың. Мен кіріп жүрген жоқпын интернетке, жалған сөйлеп жұрт алдында ұяттысың. Біреуге деп дайындаған заготовкаңды маған айтып отырған сияқтысың. Қоя тұршы-оу, домбыраңды сабаламай, сөйлесең қайтетінім абаламай. Дархан ағама тапсырма беріп кеттің, шешеді шаруамды ағам оңай. Жұрттарды кемсітесің дедің және, ешкімді сөйлеуші едім табаламай. Шығып ап сақынаға қайтет інім, адамды сөйлесеңіз қараламай. Ақынның бас ауырады, шай болмаса, аспанда адасамыз ай болмаса. Көңілді көтерейік өлең айтып, ер жігіт не болады қай ойласа. Кетушем ақсұңқардай қанаттанып, қиқулап қалың елім қайқайласа. Ағайын бір қиқулап айқайлап қойш, жүйріктің бауыры қызат айқайласа. Қасымдан сен отырсың чикабайттап, ауырып мен отырмын гриппабайттап. Ағайын түсіністікпен қарарсыздар, демеңдер мұрадым бүгін прикол айтпа. Ауырып шыны керек бітіп жүрмін, демімді әзер алып жұтып жүрмін. Осылай жүрсем дағы сендейлердің айтысы бұл, күніге жүзін ұтып жүрмін. Сен менің өтірік дедің дерегімді,
сенерімді интернет арқылы айттың мына бөлігі ағайын мен Хабибті жеңем дегеніңді ағайын мұрадым мынау қалың ел алдында өзіңді өзің қорғап не көрінді қарсылас ауру әлде сау бола ма білмеймін дос бола ма жау бола ма отырсың шыныменен сен жөтеліп түшкіріп қоясың ғой жанға дана ендеше мұрадым жан емделіп ал оңалтып орталығына қалып жаңғалаға мұрадым аған құрған торың бар ма білмеймін бағың бар ма сорың бар ма әкім бол деп едім мен қашып тұрсың елге қызмет етем деген көңіл бар ма сенің негізі мамандығым музыка ғой бүгін тартып сөйлейін соныңды алға Руслан музыкант алла қосса әкім болады жақсы болады бір қошемет соғылғанда сенің аға Русланнан қай жерің кем биліктен тартынатын жөнің бар ма ән орындап жүрген әне Русландарда кірісті ел тілегін орындауға Шап Мұрага. Жер аттыңдар. Шап қаладан оу ерте шықтық таңда жетті кешіксек қылар ма деп жаңғал өкпе қоймайсың әкім бол деп қайта депутат болайын деп жүрсем парламентке бақ қонсын о Дархан аға басыңызға домалап өрге тұр ғой тасыңызда егер де қызметкер керек болса алыңыз о мына мені қасыңызға қалауымен ақын болдың ақынның ішіндегі батыр болдың өзіңнің де Русланнан қай жерің кем сенденің бір ауылға әкім болдың кеп тұрмыз оу елден алғыс жинамаққа сіздерге көңілді кеш сыйламаққа сіздерді сағындым ғой сондай қатты 1,5 жыл отырып үй қамақта ДК-ға жөндеу болып айтысыңды жасапсың колледждегі ғимаратта келмеп ем көптен бері жаңғалаға жаңғалам оу ұқсап қапты Эмиратқа
екеуміз о қыздырайық мерекені, жыр қылып жанға аламды берекелі. Осылай тату болып айтысайық, қайтеміз бос әжуа келекені, шымшықтың тұмсығындай қысқы өмірде сіз біз болып сыйласқанға не жетеді? Келмесем айтады деп жанға өкпе, мұрадым өрлеңді арна көкке. Мен саған әкім болшы деп отырсам, сен кетемін деп отырсың парламентке. Жасап жатыр қызметін сүйікті олар, депутат деген жандар сұйық болар. Әрине парламентке барып жатсаң, мұрадым шыққан жерің биік болар. Ауырып отырмын дедің жаңа, көп ауру адамға күйік болар. Ей, мұрадым, егер ауырып отырсаңыз, парламентке барда ұйықтап алу. Ей, тыңдасақ жанымдағы мұрағаны, қызық болды өзімді сынағаны. Енді маған әкім бол деп жатыр ғой, осы болды сөзінің ұнағаны. Ағайын ақын бір ананың баласы ғой, бәріміз еміп өстік бір ананы. Шырағым, менің елде жұмысым бар, мұрадым мені босқа кінәлады. Мен аудандық газетте редактормын, танығандар қошемет ұралады. Газеттердің давақа белгілі ғой, талай-талай әкімді сынағаны. Бауыржан аға, қанатты бір сөз бар ғой, өзіңіздей редактор оны ұғалады. Мұрадым, маған әкім болу керек емес, онсыз да жасалуда сірә бәрі. Ей, газет пен адам шыбынды да ұралады, және әкімдерді де ұралады. Ұшып жүрген қанатың кенет талар, Құдайым қанатыңды жебеп қалар. Сізден мұрадым жаңа жұмыс сұрады ғой, әкім мүмкін сені де елеп қалар. Мәдениет үйі жөнделіп жатыр дедің, осындай айттың өзің дерек қабар. Мамандығың мәдениетке байланысты, жұмысыңа осы да себеп болар. Давақа мұрадымды жұмыс қалшы, дығаға бір сылақшы керек болар. Сап, мұрат. Бауыржан ой, бәрін өзі білем дейді. Біздерді пәлен дейді, түген дейді. Мен қадыр орталығында қызметкерімін. Жұмыстан мен кетіп қалсам түгенбейді. Дарханаға қалжыңдап айтамын ғой, бастығым оу, мен ешқайда жібермейді. Емес қой оу, сенің көзің текке мөлдір. Жаныңыз жадыраған көктем ол бір. Алтай
солай қыз тахаджүдке шошып оян. Кеткенде сағат тілі 4-тен 11. Жасына жаңғаланың жеткен кезде қажылық жасап жүріп Меккеде ақындар аламанда шапса керек, көңілі әр нәрсені шапшаң елеп. Ағайын осы айтыстың жүлдесіне тігіліп 500 мыңдай жатса керек. Жүрейлер жаман ойлап қалмаңыздар, ақша емес мына маған басқа керек. Алғысын батасын алғым келет Айдар ағамның, тілейін тәңірімнен басқа не деп. 70-ке толды ағам күні кеше, қайт едім қолыңды соқсам елеп. Қартайып абыройлы Айдекемдей жетуім керек 70 жасқа демек. Бірақ та аға сіздің жасыңызға жету үшін де біраз ақша керек. Светпен әр ауылдың газы болсын, әркімнің малғамайтын базы болсын. Төлеген атамыздай ауылыңдағы бар қазақ Мекке барып қажы болсын. Мінгені қазағымның жүйрік тұлпар, баптағаны қыран мен тазы болсын. Қазы боп отқан осы ағабалар, ылғида айтыс сайын қазы болсын. Бағымды ашып бүгін жатырсаңдар сіздерге, онда Алла разы болсын. Сыйлаймын мұрадымдай мен еріңді, айт десеңдер айтайын себебімді. Себебі өзіңменен айтысқанмын, аға алып келемін сені үлгі. Сақынада екеуміз қарыстық қой, бер алдық деп ойлаймын керегіңді. Қайта иіліп сәлем беріп құрметтеп отырсын ғой сен еліңді. Мұраға саған айтар тілегім сол, Құдайым бере берсін дегеніңді. Қолыңмен тақияңды көтергендей, Құдай сенің көтерсін беделіңді. Айналайын мұраға, қырандардай жүре бер, осылай көкке самғада. Ал айналайын жаңғала, жаңғалаға ағайын жасайын менде жарнама. Бұл жақтың көктем жазы бар, көңілінің сазы бар. Компрессорлық орталық жаңа қаланың газы бар, мықтылығын алғара. Осы жаңала жібереді екен ағайын көгілдір отынды. Бүкіл мынау батысқа, Атырау Маңғыстауға да. Сонда қарап тұрсаңыз, мынау тұрған жаңғала кәдімгідей нәңғала. Осыменен қош аман бол, мықтылығын өзінің көзден ұқтырған жаңғала. Күн емес сағат сайын өзгеріп тұрған жаңғала.
Мәшинаның газын бассаң, мәшина жүрер алғада, осымен қош аман бол даласына қазақтың газ беріп тұрған жаңғала. Осыдан